Аяла не істеп жатсың? Телефон көріп жатырмын. Телефон? Біліп едім, сен телефон көріп жатқанын. Қанша сағат болды Аяла сен телефон көріп жатқанын? Қойбас, өшірмақ қойын. Жоқ, өшірші, Аяла, өшір. Жоқ, қара, Аяла, мен сән бірінші не әкелген білесің ба? Қара, баламен ойна әкелдім. Өшір. Күшті, я? Кетті енді, осыны ашып не құшақ? Я, осы сен телефон көрмей, күнде осыны ойнайтын боламыз екеуміз бірге. Ішінде әртүрлі ойындар бар, қызықты нәрселер бар. Достар, бұл баламен ойна кітабы. Достар, сіздер жазғы демалыстарыңызда телефон көре бермей, баламен ойна кітабын ойнаңыздар. Бұл өте пайдалы кітап. Я, достар, осыны ойнамай, телефон көп көрмей осыны ойнау керек, я? Өте қызық. Ал достар, бүгін Дил аяғы осындай баламен ойна деген кітабын алып келдік. Жазғы демалыста біздің әсіресе Аяла телефон өте көп көреді, я? Ендігіде телефон көрмей, осы баламен ойнайтын боламыз, я? Ал қаны қазір ашып көрейікші достарымызға, көрсетейік қандай керемет өте пайдалы кітап екенін. Қаны ашып көрсетейік. Сіздерге бірінші ашып көрсетіп жатырмыз. Қандай күшті. Қараңыздаршы, 2-4 жасқа арналған. Баламен ойна деп не үшін аталған? Ата-аналар, сіздер өздеріңізде ойнасаңыздар болады. Және қайшыны қалай ұстауды барлығын үйренетін болады. Және де бұл жақта ермек сазбен ойнау арқылы ұсақ моториканы дамытамыз. Ал ашып көрейік, қане достар? Қандай керемет кітап. Сіздер бұны Каспи магазиннен де ала аласыздар, және Инстаграм жазып кететін боламыз. Қараңыздар, достар, бұл жерде қазір барлығымыз түсіндіріп кететін боламыз. 80 беттен, 80 ойыннан тұратын, 86 ойыннан тұратын осындай баламен ойна деген кітабы. Азған наклейкалар да бар. Мәссаған, қандай керемет, қараңыздар. Достар, мына жерде барлығын қазір түсіндіріп кететін боламыз, қараңыздар. Өте күшті. Сосын бұның айтып кететін, міндетті түрде айтып кететін жағдай. Бұл жерде өте качествосы, өте сапалы, жоғарды жасалынған. Керемет ойындар. Балдарыңыз тек телефон көріп отырмай, осындай ойындар ойнасын. Ал қыздар, кеттік, бастаймыз ба? Давай, достар, бұл кітапты сіздерге ашып, давайте ойнап көрсетейік. Давайте, қыздар. Сендер кітапты өздеріңе қаратып алыңдар. Мен камерам бұлай істеймін, давайте. Өздеріңе қаратып алыңдар. Міне, достар, Дил ая сендерге көрсететін болады. Міне, бірінші бетінде бұл бірінші белгілерін көрсетіп тұр. Қаламмен сызуға болатын, пластилинмен, қайшымен. Және жапсырма ойындар, мен наклейка алып жапсырып ойнайсыздар. Балаларға өте пайдалы. Мысалы, бірінші түсіндіріп кетейік. Мысалы, мынау бірінші суретті көргенде бала шаш деп, міне, шашын көрсетіп тұр. Міне, мынада басты көрсетіп тұр. Осыны басқа, міне, екінші кітаптан шашты, міне. Достар, бұл кітапта наклейкалар. Наклейкалар, Достар, осы шашты наға жапсырып қоясың. Аяла өте күшті түсіндіріп жатыр. Аяла, давай сен. Ал, давайте ойнандар. Аяла мен Дилназ ойнайды. Қараңыздар, мына жерден наклейкадан шашты алып, мына жаққа бала өзі таңдап, шашты жабыстыру керек. Әрине, достар, біздің Дил аяның жасы үлкен. Сіздердің кішкентай ғана балапандарыңыз осыны ойнап, ой өрістерін, миларын дамыта. Қандай керемет, логопедке бармай-ақ бала үйде дами алады деген сөз. Міне, суретте қыз құлағын ұстап тұр, қараңыздар. Енді құлақтың наклейкасын жабыстырып қояды, суретін. Әр нәрсе. Енді Аяла қайтадан. Сендерге де қызық бекен, Дилая? Достар, өте қызық екен, алыңыздар. Бұл 2 жас пен 4 жасқа арналған кітап. Бірақ міне Дилаяның өзіне қатты қызық болып жатыр. Сіздерге көрсетем деп, өздері ойнап кетті. Басын көрсетіп жатыр, міне басты. Енді дальше кеттік. Тағы да басқа ойындарын көрсетейік. Достар, осындай қыз бен баланы қазақша киіндіретін боламыз. Достар, мына қызға осындай розовый, ал балаға жасыл киіндіретін боламыз. Әдемі қазақша киімдер. Енді давай, достар, сіздерге көрсетейік.
қызды кім киіндіреді, ұлды кім киіндіреді? Давайте бөліп алып киіндіріңдер. Мен баланы. Аха. Қараңыздаршы, міне 33-ші бетте осындай қазақша ұл мен қыз бар екен. Давайте қыздар, сендер киіндіре беріңдер, мен түсіндіріп кете берейін. мына жақта суреті тұр, бала осыған қарап киіндіре береді. Аяқ киім, иә? Қандай күшті, иә. Және бұл жерде мысалы кішкентай балдарға түсіндіре кететіні өзіміздің салт дәстүрдегі киімдер, қараңыздаршы. Ой, қандай әдемі қыз болды, иә? Біздің қазақтың киімі өте керемет қой, өте әдемі. Жабық, иә? Оюларымен өте әдемі. Ух ты, аялар жігітті киіндіріп жатыр, қараңыздар. Сондай әдемі. Ух ты. Ал достар, міне біздің қыз бен ұлымызды аяламен телес киіндіріп қойды. Ух ты, жігіттің тақиясы бар екен. Еще мына жақта қараңыздар, басқаша қазіргі заманға сай киімдері бар екен. Әдемі розы көйлек, очки, қолғабы, тағы не киіндіргілеріңіз келеді, барлығы бар. Ал енді біз әр қайсысын бетті ашып көрсетейікші, қараңыздар. Мына жерде 2 санымен танысамыз дейді, 2-ні үйретеді екен мына жерде. Бұл жерге пластилин керек екен, міне пластилин өзі көрсетті. Пластилин суретін көрсетіп қой. Пластилинмен Сарығып жабамыз, иә? Мысалы, мынау біреу болса, біреу жабамыз, иә? Мысалы, біреу болса, екеу болса, екеуін жабамыз. Өте күшті. Ал, кеттік ары қарай. Тағы да не? Көбелектердің жартысын қиып жабыстыр дейді. Кәні бізде мына жақта көбелектерді табайықшы, қыздар. Көбелектердің жартысын қараңыздаршы, ертегілер, наклейкалары қандай керемет. Мына жерде смайликтер, қарашы, мына жерде жемістер. Қазір осы наклейкасы осы кітаппен байланысты. Мен қыздар қараңдар, мен нені тауып алдым. Мына ертегін тауып алдым. Давайте ертегін жабыстырып шығамыз. Вообще балдардың бұлай іші піспайды, қараңыздаршы. Және телефон сұрай бермейтін болады. Жақсылап түсіндіре алып жатырық па сіздерге? Біз көрсететін әлбет қаншама, иә? Сен нені алдың, Дилназ? Мен достар Түлкі. Давай, қайсысы түлкі? Ух ты, аюны. Аяла аюды алып алды. Аю қаны, Лёка? Міне. Сендерге де қызық бекен? Ух ты, күшті болды ғой. Міне күшті ертегі шығады екен. Жоқ, бұл жерде жабайы аңдармен танысамыз дейді, қараңыздар. Нау түлкі, нау аю деп балдарыңызға үйретесіздер. Я, бұғы. Тоқта, алып берейін Дилназдан. Бұғы. Ух ты, сенікі қасқыр. Волк. Қасқыр. Сосын мына жерде не қалды әлі? Ух ты, үкі бұл құстың. Мынау қайсы? Мынау қайсы? Мынау құлағынан біліп тұрмын мен. Менде. Құлағынан біліп тұрмын. Қоян. Ал мынау шыда жерінде бір бантигі бар екен. И шетін бәрі тікен сияқты. Не ол аяла? Ёжик. Аха, кірпі. Міне кірпі. Я. Давайте қоян жабыстырайық. Ух ты, қызық қой, иә? Әдемі ғой еще. Бұл бетінде аналар бұлай жасасаңыздар да болады, осылай ертегі құрастырып та айтып беруге болады ғой, иә? Енді мына көбелектің жартысын табайықшы, кән? Біз көріп жатып көп нәрсе шығады екен. Қараңыздар, тоқтаңыздар. Давайте Дилназ, мына бетті де ашып көрсетеміз, мейлі. Давай, наклейканы көрсетейік бірінші. Мыналардың жартысын табу керек қар жақта, иә? Қазір қараңыздар, 2 кітап бір-бірімен қосылған, бір-біріне біріктіру арқылы көп нәрсені үйрене алады балдар. Сондай күшті беттер бар. Аларды қараңдар, әнді жақсы көретін балдарға арналған ғой, иә? Домбыра, гитара, бәрін түсіндіріп жатыр, машина. Вау. Ұлға да, қызға да керемет ойындар бар екен ішінде. Ух ты, мына жерді қараңдаршы. Мына жерден бала әртүрлі машиналардың, ұшақтың барлығын үйренеді. Ал мына жерді өткізіп алмай көрейік. Қана? Ух ты, бұл да күшті екен. Ух ты, мына жерде балдар 3 бұрышты, 4 бұрышты түстерді үйренеді. Мына жерде міне. Балдарға мысалы кім боласың деген кезде дәрігер болам, иә? Мына жамылдырасын екен.
полицейский болам, пожарный болам дейді. Міне өзін сол адам ретінде елестетіп киіндірсе болады екен. Осыны қойса болады екен бетіне. Ух ты, мынау вообще пайдалы екен. Қараңыздар, ұйқыңнан тұрасың, балдардың беті қолын жууы, дәретханаға барған кезде қалай өзін ұстануы, шашын тарауы, қолын әрдайым жуып жүруі туралы айтылған екен. Қараңыздар. Ал дальше кеттік, ашамыз. Неше түрлі смайликтер, неше түрлі көңіл күйді білдіретін смайликтер. Ух ты, бұл жерде сандарды үйренеміз, е? Бұл да күшті. Тас, тіс, көз, ауыз, мұрынды үйренетін болады. Және шарлар. Мына жерде жеміс жидектермен танысатын болады екен. Мына жақта тоже өте қызық. Барлық бетін көрсетіп шықтық деп ойлаймын. Біз негізі көбіректі. Ух ты, тақиясыз тұр екен. Давай тақиясын кигізіп қояқ. 33-ші бетте. Қазір. Міне. Ух ты, қыздың тақиясын таптық. Енді біттік. Енді мына кітапты көрсетейік, қан? Бұл кітапта 3 санымен танысады бала. Мына жерде динозаврларды көріп танысалады. Мына жерде жаңа жыл туралы екен, аяз ататын келетін туралы. Мына жерде бағыттар, түстер, мына жерге наклейкалар жабыстыратын болады. Достар, тісті қалай жуу керек, күтім жасау керек, сол жайлы. Ар жақты наклейкасымен бірге қосып жабыстыратын болады. Мына жақта жеміс жидектерді жабыстырады, қан? Осын жабыстырып шығамыз ба? Немесе кішкене өтек. Мына жерде фруктылар болса, мына жақта жеміс жидектер екен. Міне, таптым. Салат жапырағы дейді. Қазақшада мына жақта аттары тұр екен. Қиярды табамыз. Вот қияр. Аяла, давай. Аяла, сенде? Асқабақ. Асқабақ табамыз. Ух ты. Ана. Тағы. Дилназ, сенде, видимо, жүгері. Жүгері. Міне. Мына жақтан наклейкасын алып, наклейканың качествосы өте жақсы жасалған. Сәбіз, картошка. Міне сәбіз. Сәбіз. Вот картоп деп тұр, Алюка. Картоп. Дилназ, сен нені алдың? Мынау аудем сенк. Тәтті бұрыш. Ух ты. Достар, менде өте қызық екен. Қызық бекен, Дилназ, ұнады ма? Достар, бұны біздің Дил Ая каналының астына номер қалдырып кететін боламыз. Сіздерге жағы 2 жас пен даже 6 жасар балаға дейін арналған кітап. Балдардың жаңағы ми өрсін, барлығын дамысын десеңіздер, аналар алып берсеңіздер болады. Біз номерін қалдырамыз, және Дил Ая атынан дейтін болсаңыздар, сіздерге скидкасын жасап береді. Вот. Ух ты, міне фруктыйдың барлығын толтырып шықтық, және фруктыйдың әрқайсының аты жазылып тұр, соны оқып таныстырсаңыздар болады, аналар өздеріңіз. Бұл жерге? Бұл жерде де міне суреттерін. Қаламмен істіп. Міне, я. Кішкентай бала, бұл жерде ертегі жасауға болады. Ауылда атапасының үйіне келді, я? Атапасының үйін асыға келе жатыр. Намен бұлай жолын бала сызады. Қаламмен сызады. Осылай сызады. И мына күшікке наклейка жабыстырады. Өте қызық. Балаға атапаға деген махаббатын оятастар. Ух ты, міне биге қатысатын қыздарға арналған. Мына жерде. Міне наклейкасы тұр екен, қараңыздар. Мынау кішкентай жануарлардың жартыларын табу керек. Мына қараңыздар, осыларды жабыстырсаңыздар болады. Міне биге ұқсап тұр. Қараңыздар, шықшты. Дальше кеттік. Билерді көрсеттік. Мынау судың астындағы, теңіздің астындағы жануарлармен танысып шығады. Ух ты, мынау вообще күшті екен. Үйіне бару керек, Үйіне бару керек үшін жол табу керек қой, ол жол табамай адасып қалды,
қыздың үйі қайсы үй екен? Мына үй болады екен. Осы үйді табу үшін сіздің балаңыз мына жолмен жүріп, қаламмен өзі табатын болады. Көрдіңіздер ме? Өте күшті. Мен Бұл жерде жаңа жыл. бұл жерде жаңа жыл. Міне қараңыздар, мына беті де өте пайдалы. Негізі барлық беті пайдалы. Біз видеоға бәрін андай сыйыстырып үлгермей жатырмыз. Міне бала 1, 2, 3, 4, 5 деп санмен танысатын болады. Мектепке баратын балаларға да өте пайдалы. Бұның наклейкалары арғы кітаптарда тұрады. Міне сол арқылы 1, 2 деп жабыстырып шығады мына жаққа. Және мына жерде қараңыздар, 3 бұрыш, 4 бұрыш, сүйір бұрыш барлығын үйренетін болады. Қараңыздар, 5 бұрыш, 6 бұрыш. Барлық бұрыштар жазылып тұр. Соның барлығын бала үйренетін болады. Ромбекті де қандай екен танысатын болады. Қараңыздар, мына жақта жұмыртқаның түрлі түсті жұмыртқалар. Мына жақта балалардың ойнап жүрген, балалардың ойындар неше түрлі. Мына жерде телефонмен ойнап отқан бала, жұмыс жасайтын бала, әр түрлі балдардың типтары бойынша көрініп шыққан. Міне тракторлар, мына жақта жануарлар. Әр баланың әр түрлі өзінің қасындағы күшіктер, табу керек. Мына жерде тоже үйрек адасып қалды, мамасына жету үшін жол таппай жылап жатыр, соны тауып берсеңіздер болады, балдар. Мына жерде мектепте бала әр түрлі үйірмелерге қатысады ғой. Мысалы, міне достары бар, домбыраға қатысады, пианиноға қатысады, например, барабанға қатысады, ән айтады, баян тартады, гитара, скрипка. Сендерге теле қайсысы ұнайды, айтыңдаршы? Маған машинтен ба? Маған пианино. Маған ұнайды. Гитара, саған пианино ұнайды. Гитара да пианино да үйде тұр ғой. Үйрене берсеңдер болады. Міне, жалпы осылардың барлығын көрсеттік. Енді 3-ші кітабымыз қалды. Қараңыздар, бір кітаптың ішінде 1-2 кітап бар. Енді 3-шісіне көшеміз. Достар, енді қайшымен жұмыс істейміз. Қайшыны қалай істейтінін үйренеміз. Ал, Аяла мен Дилназ дұрыс айтады. Бұл жерде қайшыны қалай ұстауды балаға үйрену. Қараңыздар, мына жерде түсіндіріп кетейін. Мына жақта сызық-сызықтар тұр ғой, осыны бала бөліп қырқатын болады. Бірінші қырқып, сосын клеймен. Қараңыздар, мына жерде түсіндірейін, балалар шомылып жатыр. Мына жерде сулар азайып қапты, олардың көңіл күйі түспес үшін осы жаққа, осы көк судың түсін осы жаққа жабыстырып шығатын боламыз. Өте күшті, Сосын дальше кетті. Қараңыздар, мынаның бәрін бала қырыққан кезде осылай оның қырқуды үйренеді. Ой өрісі дамиды ғой. Міне қайшының суреті тұр, барлығын қырқып шығамыз. Мына қараңыздар, пиццада колбаса, мына жерде қозқұйрық, саңырау құлақ, барлығын осылай кесіп шығатын болады бала. Қайшымен үйрену деп мына қайшының суретін көрсетіп қойған. Мына жерде әр балықты бөліп қырқу керек бала. Көрдіңіздер ме? Қараңыздар, бұл жерде де барлығын бөліп қырқады. Бұл жерде де қайшыны үйренеді.